Сәлем қазақ елі. Желтоқсан айының соңындағы Алматы әуежайында болған ұшақ апаты талай адамның өмірін жалмады. Соңғы деректер бойынша апатта 15-тен астам адам көз жұмған. Қанша өкінгенмен тағдырдың ісі десек те, сол ұшаққа ұйықтап қалған, немесе билетін алып өздері кешігіп отырмай қалған жолы болғыш жандар да бар екен. Бүгінгі әңгімеміз міне осындай ғажайып көмегімен өлімнен аман қалған жан туралы болмақ. 1974 жылы 10-шы класты бітіріп, аудан орталығындағы ауруханадан номері 286 форматтағы справканы алу үшін жолға жиналып жатқанмын. Қарындасым, менің көзілдірігімді оңдатып алып берші, деп 3 сом берді. Содан аудан орталығына келіп, бірден көзілдірік істейтін дүңгіршекке келсем, орта жасқа келген толық орыс әйелі отыр екен. Мен оған көзілдірікті ұсындым. Ол не істейтінін айтпай-ақ түсініп, әп-сәтте көзілдірікке линзаны тағып істеп берді де, жұмыс ақысы 1 сом 50 тиын деген соң 3 сомды ұстата бердім. Ол есептеп маған көп ұсақ қағаз ақшаны ұстата салды. Ақшаны алып санасам 10 сом қайтарып беріпті. Менің ішкі дүнием астаң-кестең болды. Не істейін, сіңіріп кетейін бе, деп те ойладым. Ол кезде 10 сом әжептәуір ақша. Ол ақшамен қалаға барып, кешке дейін қыдырып, қайтып келуге де болатын. Бірақ кісінің ала жібін аттама деп айтатын анамның сөзі еске түсті де, әлгі әйелге сіз маған артық ақша бердіңіз деп ақшасын қайтарып бердім. Сонда әлгі әйелдің қалай қуанғанын көрсеңіз, рахметін жаудырып жатыр. Бізге түсім аз түседі, 10 сомның орнын жабу үшін қаншама тер төгер едім деп рахметін қайта-қайта айтып шығарып салды. Анам айтушы еді, 40 рахмет бір ажалдан құтқарады деп. Сол сөздің жаны бар екеніне кейін көзім жетті. 1975 жылы 1-ші курсты аяқтап, елге бару үшін вокзал кассасынан кешкі сағат 10-ның отарбасына билет алдым. Сағат әлі 7. Жатақханам вокзалға жақын ғой, жаяу барсам жүктерімді алып келуге үлгеремін, деп жатақханаға жаяу тарттым. Көше қиылысына келгенде, өтіп бара жатқан машинаға жол беріп, енді жолды кесіп өтуге ыңғайланып жүре беріп едім. Менімен қапталдаса, орыс тектес орта жастағы әйел де жолдың ар жағына өтті. Ол кісі неге екенін білмеймін, асықпа, сабырлы бол, деп жатты. Содан екеуміз шүйіркелесіп әңгімелесіп кеттік. Ол кісіге, 1-ші курсында аяқтадым, отарбамен кетуге 3 сағат бар. Сондықтан жатақханаға заттарымды алуға бара жатырмын, дедім. Сен асықпа, асықпаған арбамен қоянға жет, деді. Сақ болғанға Алла да жақ. Оқуыңа күш сал, сонда көздеген мақсатыңа жетесің, деп ақыл кеңесін аямай айтып келе жатты. Жатақхананың жанында Москва дүкені болатын. Мен дүкенге жақындай бере бір нәрсеге алаңдап, артыма қарайладым да, қайтадан әйелге бұрылып, әлдене айтуға оқтала беріп едім. Жанымдағы әйелді таба алмай қалдым. Төңіректе көрінбейді. Қайда кетті екен, деп қатты таңғалғаным есімде. Әлгінде ғана жанымда еді ғой деймін. Содан жатақханаға келдім. Келсем бәрі ұйқыға жатып қалыпты. Чемоданыма заттарымды салып жатыр едім. Бір кезде жолдасым, сен қайда жиналып жатырсың, деді. Отарбам сағат 10-да, соған үлгеруім керек деп едім. Сен қызық екенсің, сағат 10 болды, енді үлгермейсің, дегенде қатты өкіндім. Сонда вокзал мен жатақхананың арасында 3 сағат жүргенім бе? Өйткені 2 аралық жаяу жүргіншіге көп болса, жарты сағаттық қана жол. Бұл не жұмбақ деймін. Қалайша мен 2 аралықты 3 сағат жүргенмін? Бұл мүмкін емес. Сонда әлгі әйелмен 3 сағат сөйлескенім бе, деп айран асыр болдым. Енді не істейсің, болар іс болды. Амалсыздан келесі күні елге кетуге тура келді. Бірақ артынан курстастарымнан сол жолаушылар отарбасының жүк таситын отарбамен қақтығысып, апатқа ұшырағанын естігенде Аллаға шүкіршілік еттім. Сонда мені апаттан құтқарған сол әйел періште болғаны ма? Бұл бір тылсым дүние болды мен үшін. Осыдан бастап мен адамдарға жақсылық көрсетіп, рахметтерін жинап жүргенді сауап деп білетін болдым. Достар, егер сіздерге бүгінгі біздің ақпарат қызықты болса, міндетті түрде каналға жазып, лайк басуды ұмытпайық.